Заманай әңгімесінде осы Алима шілдехана тойына кетіп қалғандан кейін үйіне қайтып келгенде Балзия, яғни өзінің енесі мен баласы Аманайдың төсекте жоқ екенін көріп алаңдай бастайды. Соңында олардың ең басты мақсаты бұл Сәукеле тауынан ар жағына қарай шығу болды. Алайда осы Балзия Аманаймен бірге жиналып бастағанда өзінің басты мақсатымен бөліскен жоқ. Сен ойынша неліктен ол бөліскен жоқ? Менің ойымша енді бұл әжесі мен немересі арасында қарым-қатынас, яғни менің ойымша осы Балзияның өткен өмірі ол көп нәрседен өтті. Кеңес үкіметінің қатал саясаты, көкесінің өлімі және осы Қытайға иммиграция жасаған кездегі қиындықтар, соның бәрін айту менің ойымша немереге ауыр болады. Тіпті әжесінің өзіне де соның бәрін еске салу менің ойымша қиын. Сол себепте менің ойымша, яғни сол таудан өткеннен кейін немересі өзі түсінер деген үмітпен өз мақсатының басын айтпаған менің ойымша. Бірақ ол мысалы оқиға барысында осы Сәукеле тауынан бір маңайына жеткеннен кейін ол өзін таудан түсіріп жібереді, білуімше. Сонда ол неліктен ол таудан түсірді, егер ол құлатты. Өз-өзін құлатты. Өз-өзін тастап жіберді. Өзі қазақтың тілімен айтқанда мұны өз-өзін тастап жіберді деп айтады. Өмірін қиған болатын. Сонда оның ойынша 10 жасар немересі өзі жалпы барша мәселені өзінше түсінер ме еді? Әрине, енді әженің осы эпизодтағы жасаған баласына деген бір жағынан қастандығы дұрыс емес. Бірақ қазақта негізі 13 жасқа толған бала ол ересек деп саналады. Сол себептен менің ойымша Балзия әжесі мүмкін менің сәтім келді деген сияқты үмітпен өз-өзін құлатты. Жоқ, бір жағынан ойлап қарасаңдар, повесть басталған кезде Балзия биыл мүшел жасқа келемін, мүшел жас деген ауыр жас деген сөздер жазған, одан кейін кемпір аш-ішпен қалған дейді. Алима барған шілдеханасынан тапқан табысым деп қуанып, бір жас еттен сорпа ішкізейін, енеме берейін, балама берейін деп алып келе жатқанда автор айтады ғой. Бала Аманай ғана жейтін болмаса бұл тамақты, кемпір Балзияның тамақтан қалғанына қай заман деп. Ол төсек тартып ауырып жатты ғой Балзия. Енді сол төсек тартып ауырып жатқан Балзия, Алима да байқайды, соңғы кезде кішкене ширақтау, пысықтау, еңсесін көтеріп, үй ішінде де ары-бері жүріп деп біраз таңғалып қалады Алима. Мақсат Балзияны сол ең негізгі өзінің бір уақытта Аманайдың әкесін туған әкесінен ажыратып туған жерінен алып келгеніне өзін кінәлі сезінеді. Енді осы күнәмді жою үшін, осы күнәмнен арылу үшін Атымтайдың немересін өзінің туған жеріне апарайын, күнәмнен арылайын деген ой, мақсат. Сол мақсатпен жігерленіп жолға шығып кетеді ғой. Енді жолдың жартысына келген кезде, Сәукеле тауы көрінген кезде, Сарқырамаға жақындап қалған кезде, ары қарай шамасы жоқ екен біледі. Ары қарай сол тауға жетуге шамасы жоқ екен біледі. Сонда анау киносында көрдіңдер ғой, сонда қарасаңдар шашын өріп, бір суға тазаланып, жуынып отыраттағыны, сол жерде айтады ғой, қой енді мен осы жерден өзімді Аманайдан суытайын. Аманай анау тауды көреді, айтады, тауға мен жете аламын ба, жете алмайын ба? Егер мен жете алмай, жарты жолда өмірден өтіп кетсем, мені көрген Аманай менен алшақтап кетпей, маған айналшақтап қалар. Одан да мен Аманайдың көзінен бір жола өзім жоғалтайын. Әйтеуір анау тауды бұл нұсқап көрсетеді ғой. Тауға барсаң дейді, сол таудан асып өтсең, ар жағында сенің ата-бабаң бар.
сен өзің жеріңе жетесің дейді, нұсқап көрсетеді Балзия. Сосын ары қарай өзінің шамасының жететініне, сол тауға жететініне сенімсіз болады. Сөйтеді де өзін тастап жібереді суға. Егер олай тастап жібермей, сол жерде денесі қалып өліп жатса, онда денесін тастап кете алмайды ғой бала. Аманай соған алданып қалушы еді. Сонда бұл жердегі Балзияның ойы бір жағынан бала үшін дұрыс, әйтеуір енді мен өлім аузындағы адаммын ғой, одан да өзімді тастап баланы қинамай дейді. Бірақ енді бұлай шариғат жағынан алып қараған кезде адам өзін өлтіруге, өзінің өмірін қиюға болмайды. Бұның екі жақты түсінігі бар. Білуімше оның өзі күнә болып саналады. Иә, оның өзі күнә болып саналады. Бірақ көрдің ба, ол өзінің күнәсін өзі арқалауға Балзия дайын. Бірақ баланың өміріне қиянат келтіргісі келмей тұр. Жақсы. Бірақ неліктен сонда ол сенімді болған ата-бабасының бар болуын осы Қазақстанда? Себебі біз бірінші 100 бет оқыдық қой. Сол жерде олар мысалы көші-қон аттанған кезде тек қана бір топ адаммен ғана аттанған болады. Сонда қалған адамдар сол жерде қалып қойды ма? Ол повестте де жазылады ғой. Мысалы, Балзиялар сол кеңес өкіметінің қысымынан қашып, біз оларға бағынбаймыз деп кетті. Ал сол жерде не көрсек те өзіміздің туған жерімізде, елімізде көреміз деп атымтайлар қалды. Бірақ екі жаққа да оңай болған жоқ. Оның атымтайдың бары жоғы Балзия үшін маңызды болып тұрған жоқ. Сол атымтай сол жерде қайтыс болса да, сол жерде айтады, сенің ата-бабаң зираты да сонда деп айтады ғой. Әкесі де сол жерде көмілген ғой өзі. Иә, Балзияның әкесі де сонда. Оның ең басты мақсаты Аманайды туған топырағына жеткізу, туған еліне жеткізу. Не көрсе де бұл бала елімен көрсін деген ой ғой. Негізі сенің ойынша егер кейінгі эпизодтарға келсек, Атымтайдың сәлімгерей көкесіне жасаған қастандығы немен түсіндіріледі? Яғни көші-қонға аттанған кезде өзің білетіндей, ол сол көкесінің көшін тоқтатып, тіпті бұл көкесінің өліміне де әкелді. Сонымен қатар кейінгі қиындықтарына да алып келді. Мен ойымша бұл жалпы осы кеңес үкіметінің Атымтайға деген бір септігін тигізген сияқты. Мүмкін бір миын улаған шығар, сонда бір қандай да бір іс-әрекетті қолдану арқылы Атымтайдың жалпы өзінің көкесіне деген сезімдері, оның түсінігі, оның сипаты көкесі туралы мүлдем өзгерген шығар. Себебі ол шынымен де бірақ көкесі оны өсіріп бағып қақты, өзінің баласы ретінде қабылдайды. Соңында неке қиды, өзінің қызымен және өсірген баласының неке қиюына да, мысалы, ол қарсы тұрған жоқ, қолдады соны. Алайда оған қарамастан, мен ойымша осы Атымтай мүшел жастан аттағаннан кейін мүмкін қандай да бір кеңес үкіметінің іс-әрекеттерінің әсерінен ол басқа бір түсінікке ие болған шығар. Яғни сол кеңес үкіметінің қысымынан ол сондай әрекеттерге баруға мәжбүр болып. Иә, мәжбүр болып. Тіпті бұл роман повестегі эпизодта да көрінеді. Мысалы, Балзияның диалог арасында ол менің әкем жоқ, менің әкем кеңес үкіметі сөйлемін айтқан кезде, ол яғни өзінің позициясын айқын көрсетеді. Мысалы, әдебиетте типтік образ деген бар. Типтік образ, жинақы образ. Бір сол замандағы адамдардың образын, кейпін, тұрмыс тіршілігін, түсінігін бір образға әкеп жинап көрсетеді. Мысалы, Атымтай арқылы сол кездегі кеңес үкіметіне деген табыну. Кеңес үкіметінің айтқанының бәрі дұрыс. Біз кеңес үкіметінің айтқанын істеуіміз керек. Кеңес үкіметінің ұраны біздің ұранымыз деген түсініктегі адамдар болды. Және сол уақытта оқыған азаматтар шыға бастады. Оқыған қыздар аз әрине, бірақ оқыған азаматтар шыға бастады. Сол оқығанның барлығы бізді кеңес үкіметі оқытты деп кеңес үкіметіне қызмет етуге дайын болған. Бірақ кейбір
көзі ашық зиялылар халыққа қызмет ету керек екенін түсінген. Мысалы Тажолтай Қакешев романындағы Сәкен Сейфуллин айтады ғой, сол жайдағы елдің, ауылдың өмірі қандай болып жатқаны туралы, кім қалай қабылдап жатқаны. Мысалы Сәкеннің өзінде сен сол патшаның айтқанын істеп жүрген адамсың деген сондай түсінік болған. Ол кезде мысалы мынау Атымтайдан бұрынғы кезең, мына Замана мен Аманай повесінен бұрынғы кезең ол. Соның өзінде де мысалы Сәкен халыққа қызмет етуге. Сол кездегі санаулы оқымыстылардың ішінде Сәкен көзі ашық, зиялы адам болғандықтан ол халыққа қызмет ету жағына қарай көп ауысады. Ал Атымтай кеңес үкіметі мені оқытты, мен кеңес үкіметінің баласымын, кеңес үкіметі үшін қызмет етуге дайынмын. Оның сөзі ұраны сол. Мысалы Балзияда сол кездегі оқыған қыздардың бірі. Бірақ Балзия мен кеңес үкіметі мені оқытып, мен енді кеңес үкіметі не айтса соны істеуге дайынмын деген жоқ. Оның өзі де оқығанның өзінің де зиялығы, зияндысы бар екенін автор көрсетіп тұр. Сонда Есет деген бір кейіпкер бар еді ғой. Ол да оқыған жастардың бірі болып табылады, білуімше. Сонда ол неліктен ол мысалы кеңес үкіметінің қыспағына тәуелсіз болып қалмады, тәуелді болып қалмады. Менің ойымша ол көзі ашық адамдардың болған адамдар қатарында болған, менің ойымша. Яғни кеңес үкіметі үшін емес, өзінің халқы үшін қызмет ете бастады. Негізгі себебі осы деп ойлаймын. Жалпы бұл повесті жазуда автор қандай мақсат қойды деп ойлайсыңдар? Не үшін жазғысы келді осы повесті? Қазақтардың көші-қон әсерінен қаншалықты қиылар дейді ғой, қиындықтардан өткенін көрсету үшін мүмкін. Мысалы бұл көші-қон мәселесі деп айтқаннан гөрі елінен жерінен безу, қашу, бас сауғалап кету деп айтуға болады. Бас сауғалау деген сөз түсінесіңдер ме? Бас сауғалау, Бас сауғалау деген қайтсем, қай жерден барып өзімді аман сақтаймын, қай жерге барып мен күн көре аламын деген сөз. Бас сауғалау деген сөз. Басына қиындық түскен кезде өзін аман сақтап қалу жолында, өмір сүру жолында кез келген іске бару деген сөз. Сонда Балзия әкесі негізінде көшті өзі бастамақшы болды ғой. Елден қашуды өзі бастамақшы болды. Бірақ оған жете алмады. Сонда Балзия әкесінің жете алмаған арманын орындайтын адам болып тұр ғой. Өйткені ең алғашқы кезінде әкесі Балзиямен қоштаса бастады ғой. Мен саған енді жүрме деп айта алмаймын деген сөздерге келіп, сол мағынадағы сөздерді айтып, Балзия әкесінің істей алмаған ісін орындап, елден жерден көшіп, елден жерден қашып бара жатыр. Бас сауғалап қашып бара жатыр елді алып. Енді сонда автор кезінде солай қашып елден кеткендердің өкініштерін жеткізгісі келіп тұр ма? Жоқ әлде кеңес үкіметінің қыспағы, міне біздің халыққа қандай қыспақ әкелді кеңес үкіметі деген тарихты жеткізгісі келіп тұр ма? Жалпы осы повесті жазудағы автордың мақсаты не? Менің ойымша ең басты мақсаты ол сол өз отанынан қашып, яғни кеңес үкіметінің қыспағының әсерінен сол қашқаннан кейінгі өкінішін көрсету ол басты мақсаты болды, ал кеңес үкіметінің қатал саясатын көрсету ол екінші реттік мақсат болып тұр. Екі мақсат ұстанып деп ойлап тұрсың, не? Екі мақсат ұстанып деп ойлап тұрсың. Жарайды. Ал Әсия өзің қалай ойлайсың? Енді
ең бірінші тек қана 100 бетін оқып қандай да бір нақты шешімге келуге қиын. Мен Нұрмұхаметпен келісемін. Осы бірінші басты мақсатына байланысты. Ал мұнда екінші реттік, мен ойымша жай ғана ол қосымша бір ақпарат ретінде немесе бір оқырманда эмоционалды экспрессивті сезімдерді мысалы ояту мақсатында қолданылған ақпарат болған шығар. Қай ақпараттар? Кеңес үкіметіне байланысты. Енді қараңдаршы, міне көркем туындыда мынандай қыры болады, мысалы көркемдік идеялық мазмұны деген сияқты. Көркемдік идеялық. Мысалы көркемдік тарихи маңызы. Мен қате айтып отырмын, көркемдік тарихи маңызы деген. Сонда бұл тарих, бұл повестің негізгі діңгегі тарих, жай соны көркемдеп жеткізген болуы мүмкін бе? Өйткені сол тарихты көркемдеп жеткізгісі келді автор, көркемдеп жеткізгісі. Егер тарихты көркемдеп жеткізгісі келсе, онда біз бұны кеңес үкіметі бір экспрессивті эмоционалды реңктерді беру үшін кеңес үкіметі кезіндегі жағдай повестте сондықтан баяндалып тұр деп айта аламыз ба? Егер автор тарихты көркемдеп жеткізгісі келіп тұрса. Ондай болса жоқ. Ондай болса жоқ, Ондай болса егер ол көркемдегі әрлендіріп кішкене өзінің оқиғасын осы мақсатпен жазылған шығарма болып табылса, ондай болса ол қосымша ақпарат ретінде өзінің қызметін орындай алмайды. Ол негізгі мәселе болуы мүмкін, негізгі мәселе болуы мүмкін. Жарайды. Ал енді кейіпкер, яғни Балзияның әрекеті арқылы автор оқырманға нені жеткізгісі келіп тұр? Мінекей, сендер жерлеріңнен аударып көшіп кеттіңдер, бәрің Балзия сияқты өкінесіңдер, туған жерлеріңді тастап кетпеңдер деп айтқысы келіп тұр ма? Балзияның әрекеті арқылы Сәкен Жүнісов, яғни автор не көрсеткісі келіп тұр? Оқырманға не жеткізгісі келіп тұр? Балзияның батылдығын көрсеткісі келіп мүмкін. Себебі мен ойымша Балзия сол кеңес үкіметінің қыспағынан халықтың қырылатынын білген сияқты, сол себепті артынан ұрпақ қалдыру үшін қазақ халқының қандай да бір бөлігін сақтап қалу үшін ол сондай шешімге келген. Сол себепті әрине де бұл шешімді екі жақты қарастыруға болады. Автор соны екі жақты көрсетеді. Екіншіден оның өкінішін, бір жағынан оның батылдығы арқылы дұрыс шешімге келуі. Дұрыс шешімге келуі. Дұрыс шешімі қайсысы? Ол Аманайды отанына қайтару. Туған жеріне жеткізу, дұрыс шешім. Ел тынышталды. Ел тынышталған кез ғой. Ашаршылықта бітті. Соғыс болды, соғыста бітті. Барлығы тынышталып, бейбіт өмір сүріп жатқан кез. Егер әлі де кеңес үкіметінің қыспағы жүріп жатса, халықтың өмір сүруіне қиын болып жатса, ұлттың сақталуына қиын болып жатса, Балзия осы әрекетке барар ма еді? Аманайды өзінің туған жеріне жеткізейін деп жолға шығар ма еді, шықпас па еді? Ол осы өзінің негізгі алғашқы ауылындағы қиындықтарға қарамастан, яғни ауылда би дейді ма ол кезде, яғни көкесі өлді ғой, ал көкесі осы басты адам болды ғой, бір мәртебелі адам жан болып табылғандықтан кейін ол барша ауылды жауапкершілігін өзіне алып, осы қашуға шешім қабылдаған еді ғой. Осы көсем көлденең қандай қиындықтар болмаса да, мен осы ауылымды сақтап қалам деген мақсатпен, мысалы, ол осындай шешімге келді. Мен ойымша мүмкін ол енді өлім аузында тұрған әже болды осы кезеңде, Аманайдың кезеңінде. Мен ойымша ол да осындай шешімге баратын еді. Қандай шешімге? Қиындықтарға қарамастан өзін туған жерге апарамын деген секілді Аманайды. Себебі біз білмейміз ғой, мысалы Қытайда ондай мәселелер өрши түссе, Қазақстанда қандай не болып жатқанын
Балзия қайдан біледі? Мүмкін ол жерде тыныштық шығар. Мүмкін Аманайға сол жерде жақсырақ болатын шығар деген мақсатпен, мақсаты өзгеруі де мүмкін деген ғой. Осы мақсатпен Аманайды қайтадан өзінің туған жеріне оралуына септігін тигізетін еді деп ойлаймын. Мен ойымша былай сияқты, Балзияға кеңес өкіметі қыспақ жасай ма, жасамай ма, не істейді, бәрібір болып қалған сияқты. Бәрібір болып қалған сияқты. Өзінің қиындықтарына өтіп болған. Ол сол кеңес өкіметінің қыспағынан қашып Қытайға келгеннен де бір бақыт таба алмаған сияқты. Ұлы жер астындағы шахтадан жоқ болып кетті. Бұдан жалғыз ұл қалды. Енді ол ұлды сол тұрып жатқан бір 20 шақты үйлі ауыл дейді ғой, мысалы. 20 шақты үйлі ауылға тастап кеткеннен, Аманайды немересін сол жерге тастап кеткеннен. Аманайдың өмірінде бір бақыт болмайтын сияқты. Аманай бір бақытты өмір сүремейтін сияқты. Балзия өзі қалай өмір сүрсе, Аманай да солай өмір сүретін сияқты. Одан да туған жеріне барсын, туған еліне барсын. Не көрсе де сол, өзінің жерінде көрсін, өзінің елінде көрсін деген ойға келген сияқты. Сонда кеңес өкіметі орнығып, ел тынышталып, бейбіт өмірге келсе де, келмесе де, дәл өзі кеткен кездегідей кеңес өкіметінің қыспағы өршіп тұрса да, Балзияға бәрібір болып қалған сияқты. Бір жағынан бұл марқұм баласының алдындағы парызын орындау. Себебі енді туған жер деген әр адам үшін ол өте маңызды. Ол адам жайлы өзінің ата баласын, өз топырағын білу керек. Мен ойымша бұл өмірдегі ең маңызды нәрселердің бірі, және сол нәрсенің әжесі ажыратпау керек. Өмірін қимау керек, немересін. Мен қателікпен өмір сүрдім. Енді мен немерем менің қателігімді қайталамасын. Ол немересінің шешімі де емес қой, және сол шешімді Заманай үшін, Заманайда бір эпизодтарда автор айтады ғой, неге мені осы жерге алып келдің? Неге алып келдің? Сонда Заманайдың өмір сүруіне де ол нұқсан келтіріп тұр. Ол Заманай үшін де шешім шығарып, Заманайды өзінің елінен басқа жыраққа алып келді. Заманайдың өмірі өкінішпен өткен сияқты. Өткен автордың жеткізуі соған келеді. Шешесіне өкпелі болып өмір сүрген сияқты. Енді сол менің балам Заманай маған өкпелі, наразы болып еді. Ренжіп еді. Енді мен сол Заманайды өзінің еліне жеткізе алмасам да, оның ұлын Аманайды еліне апарайын деген. Сонда бұл жерде ең біріншіден Балзия өзін өзі мүжіп, өзінің қателігінен сабақ алып, соны жөндеуге тырысып жатыр ғой. Бір жағынан қарасаң, бұл Аманай үшін де әрекет етіп жатқан жоқ сияқты. Ол өзінің қателігін жою, ол қателігін жоюдың бір жолы Аманайды туған жеріне жеткізу, күнәдан арылудың бір жолы осы. Бір жағынан автор өз қателігін түзету әлде кеш емес деген идеясында жеткізгісі келіп тұр. Астарлы ой ретінде мүмкін. Бірақ сонда Балзия өзінің осы Аманайдың анасы Алима туралы мүлдем ойлаған жоқ па? Себебі өзінің туған баласынан алып, оны басқа жерге аударуға шешім қабылдап тұр ғой. Басқа жерге апаруға. Шешесінен ажыратуға. Кезінде өзі Атымтайдан Заманайды қалай ажыратып алып кетті, тура сол сияқты Аманайды да Алимадан ажыратып алып кетіп тұр. Бұл да ойланатын жақта, бұл да ой салатын нәрсе. Неге Балзия үнемі біреу үшін шешім қабылдай береді? Бұл да ойландыратын сұрақ.